Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің үйге де Дубай шоколады келіп жетті. Керемет, отбасыма көңіл күй сыйладым. Балдарыммен дәмін естісін десем, балдарым шулап кетті. Дәмі ерекше көңіл күй сыйлайды екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Водяной баняда осылай 100 грамм шоколадымыздың 80 грамдайын алып ертіп алдым. Суды көбірек құймайсыздар, қайнап тұрған ыстық суды астына құйып, ыдысымыз суға тимеу керек. Толықтай осындай қылып водяной баняда шоколадымызды дайындап алатын боламыз. Градусын өлшеу арқылы шоколадымызбен жұмыс жасаймыз. Әдемілеп қалған 20 грамдай шоколадымды салып, араластырып алып, бөлме температурасында қататындай етіп, мен кәдімгідей темперевение жасап алдым. Кондоринді қалыпқа жағып, әдемілеп шоколадымыздың жартысын құйып, қалыпымызды жан жағына жеткізіңкіре отырып, осылай әдемілеп шоколадымызды түгелдей бәріне жеткізіп салып шығатын боламыз. Негізі шоколадпен жұмыс жасау жеке сабағымда толықтай бөлісетін боламын. Маған тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Әр жіберген видеомды толықтай көріп, мұқият қадағалап отырсаңыздар, алдағы уақытта жақсы нәтижелермен осы парақшамда бөлісіп отыратын боламын. Катайфиді қолдан жасап алдым, үй жағдайында жасадым. 80 грамдай катайфиге 100 грамдай фисташка пастасын қостым. Негізі кунжут пастасынан қосып едім, қышқыл дәм беріп кетті. Сондықтан осы жолғысын фисташка пастасымен қолданып жасадым. Алдағы уақытта катайфидің жасалу жолында жеке видеомда көрсететін боламын. Осылай толық араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында осылай шоколадымды қатырып алдым да, ортасына дайын болған начинкамды салып шықтым. Барлығын жеткізіңкіре отырып, әдемілеп жан жағына түгелдей жеткізіп, нығап отырып саламыз. Арасында бос орын қалып кетпеу керек. Тегістеп салып шықтым барлығын. Осылай барлығын тегістеп шықтым. Біраз менде жаңағы ортасына салатын начинкам артылып қалды. Оны қалған шоколадтарға қолданып жіберетін боламын. Жарты килограмм шоколадтан менде осындай көлемде, шағын көлемде 8 шоколад шығардық. Толықтай қалғанын, шоколадымыздың қалған бөлігін, алып қалған бөлігімізді осылай тегістеп толықтай қаптайтын боламыз. Жан жағына жеткізіңкіреп отырып, толықтай қаптап салып шығатын боламыз. Сосын қалпымызды осылай ұстап, ұрғылаймыз. Арасындағы қалып қойған воздухтар, ауалар толықтай шығады да, шоколадымыз теп-тегіс әдемі болып, көрініске әдемі болып шығатын болады. Мұздатқышқа 20 минут пен 30 минут аралығында салып алдым. Толық мұздаған шоколадымды қалпынан босатып алдым. Өте керемет, әдемі болып шықты. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Ерекше керемет дәмді болады екен. Біз үй жағдайында
бірінші мәрте балдарыма жасап, қуантып, өз практикамнан өткізген жайым бар. Сіздерде отбасыларыңызды осылай жасап қуантсаңыздар болады. Қандай керемет әдемі болып шығады. Ал бисмиллах, қазір мен дәмін көрген есін даусын шығаратын боламын. Балдарым бірақ шулап кетті. Дәмді болады екен. Сіздерде жасап балдарыңызды қуантсаңыздар болады.